Сәлеметсіздер ме? Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламыз. Бауырсағымызды дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Және оған қантымызды саламыз. Және 1 шай қасық тұз. Бұның бәрін жақсылап араластырамыз. Енді оған ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның бетін жауып 2-3 минутқа қалдырамыз. Біздің ашытқымыз жақсы сіңу үшін. Енді оның бетіне қаймағымызды саламыз. Және де майонезімізді саламыз. Майонез бен қаймақ екеуі де бөлме температурасында болуы қажет. Оны жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр болып шыққанша қамыр илейміз. Міне, біздің қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді оның бетін жауып, 2,5-3 сағатқа көтерілуге қалдырып кетеміз. Қамырымыз көтерілгенде оны 2 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін оқтаумен жайып шығамыз. Біз осындай дөңгелек пішінде етіп кесіп алдық. Енді оны қызып тұрған майымызға 2 жағы қызарып піскенше пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтарымыз осындай болып шықты. Егер видео ұнаса, лайк басып, біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Және де біздің арнамыздан жаңа видео күтіңіздер.